Асқа дайындық 2. Сарымсақты 3 түрлі әдіспен қысқа қатырамыз. Салатқа да кез келген тағамға қосқанға өте керемет, және сарымсақты ең оңай тез тазалаудағы лайфхакпен бөлісемін. Ол үшін үстінен жылы су құямыз, 5-6 минутқа қалдырамыз. Суымыз ыстық та салқын да болмау керек. Енді қараңыздар, қабығы өзінен өзі осылай оп-оңай сыпырылып түседі. Осылай тез-тез сарымсақтарыңызды тазалап, енді ет тартқыштан немесе блендерден, яғни өткізіп алатын боламыз. Мен барлығын осылай блендерлеп алдым. Енді осыны теңдей 3-ке бөлдім. Және біреуіне ұсақтап туралған аскөк, яғни укроп қостым. Оны, яғни баклажан немесе чесночный нан қосқанға өте керемет. Екіншісіне паприка қостым. Оны кез келген корейский салатқа қоссаңыз болады. Үшіншісін сол күйінде қалдырдым. Оны енді барлығына қоса бересіздер. Осылай енді пакетке салып, ыңғайлап, яғни қатыратын боламыз. Мен үстінен осылай, яғни кубик секілді осындай із жасадым. Олай істемесеңіздер де болады. Енді қатырдым. Сіздерге енді қатқаннан кейінгісін көрсетейін. Барлығы осылай күшті болып қатып шықты. Және осының пакетін сыртынан алып, мен ыңғайлы болу үшін осылай кубиктап барлығын бөліп алдым. Сонда әр тағамға бір кубиктан қосқанға өте ыңғайлы. Міндетті түрде дәл осы жолмен қатырып көріңіздер, пайдаларыңызға жарасын, және менің пайдалы парақшама тіркеліп қойыңыздар.